Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Біз 3-ші модулімізді одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі 6-шы тақырыбымыз электрондық микроскопиялық бейнелерді интерпретациялау деп аталады. Біз бұған дейін TEM микроскопынан алуан түрлі суреттер алатынымызды білдік. Бірақ сол сұр ақ-қара бейнелерге қарап, металдың ішіндегі не болып жатқанын қалай түсінуге болады. Бұл сабақта біз экрандағы дақтар мен сызықтарды оқу құпияларын, яғни интерпретациялау негіздерін талдайтын боламыз. Интерпретация ұғымы нені білдіреді? Бұл жай ғана әдемі суретке қарау емес. Интерпретация алынған кескіндердегі құрылымдық элементтерді нақты физикалық және химиялық заңдылықтарға сүйене отырып тану процесі. Электрондық сәуле үлгіден өткенде көптеген өзгерістерге ұшырайды. Біздің басты мақсатымыз сол өзгерістердің ізіне қарап, материал ішіндегі фазалар мен дефектілерге ғылыми негізделген анықтама беру. Бейнені талдау неден басталады? Ең алдымен кескіннің қандай контраст режимінде түсірілгенін анықтап алу өте маңызды. Сурет массалық қалыңдық, дифракциялық әлде фазалық контраст арқылы алынды ма? Бұны білмеу үлкен қателікке ұрындырады. Мысалы, массалық контрасттағы қараңғы дақ ол ауыр элементтердің жиынтығы болса, дифракциялық контрасттағы қараңғы дақ жай ғана тордың қисаюы болуы мүмкін. Контраст табиғатын дұрыс түсіну талдау кілті. TEM-де суретті оқуды жеңілдету үшін көбінесе екі негізгі режим қолданылады. Bright field ашық өріс және dark field қараңғы өріс. Ашық өрісте үлгіден тікелей өтіп кеткен сәулелер ғана қолданылады. Сондықтан бос аймақтар жарық, ал бөлшектер қараңғы болады. Қараңғы өрісте керісінше тек шашыраған сәулелер ұсталынады. Бұл режим өте ыңғайлы. Егер біз көптеген фазалардың ішінен тек бір ғана нақты фазаны көргіміз келсе, dark field режимін сол фазаны қап-қара фонда жұлдыздай жарқыратып бөліп көрсетеді. Енді нақты элементтерге көшейік. TEM бейнесінде дислокациялар қалай көрінеді? Олар әдетте ашық фондағы қараңғы, ирек немесе түзу сызықтар түрінде байқалады. Бұл сызықтардың орналасу сипатына және тығыздығына қарап, біз металдың деформациялану дәрежесін нақты бағалаймыз. Егер сызықтар аз әрі ретті болса, металл жұмсақ күйде. Ал егер олар қалың тор сияқты шатасып жатса, демек металл өте қатты деформацияланған және оның беріктігі артып пластикалығы төмендеген. Дән шекараларын қалай танимыз? Дән шекаралары бұл кристалдық бағдары әртүрлі екі дәннің қиылысқан аймағы. TEM бейнесінде олар айқын қараңғы сызықтар немесе контрастты күрт өзгертетін шекаралар ретінде көрінеді. Бір дән қараңғылау, екіншісі жарықтау болып тұрады. Осы шекаралардың қалыңдығын және олардың бойындағы бөгде қоспаларды зерттеу материалдардың коррозияға немесе морт-сынуға бейімділігін түсіндіріп береді. Күрделі қорытпалардағы фазаларды қалай ажыратамыз? Көзбен қарағанда әртүрлі фазалар сұр түстің әртүрлі реңктерімен көрінеді. Бірақ тек визуалды бағалауға сенуге болмайды. Фазаларды 100% дәлдікпен тану үшін суретті міндетті түрде дифракциялық талдаумен арастау қажет. Сонда ғана біз матрицаның ішіндегі кішкентай дақтың жай ғана кір емес, нақты бір беріктік беретін карбид немесе нитрит екенін дәлелдей аламыз.
Интерпретация кезіндегі ең үлкен қауіп ол артефактілер. Артефактілер дегеніміз металдың өзінде жоқ, бірақ үлгіні кесу, тегістеу немесе жұқарту кезінде пайда болған жасанды дефектілер. Бұған сызықтар, шаң тозаңдары немесе иондық жұқартудан қалған зақымдар жатады. Тәжірибесіз зерттеуші оларды жаңа фаза немесе жаңа дефект деп қате ойлап қалуы әбден мүмкін. Шынайы құрылымды артефактілерден ажырата білу нағыз кәсіптілікті талап етеді. Суретті түсінгеннен кейін сандық талдау кезеңі басталады. Қазіргі ғылымда көп немесе аз деген сөздер жүрмейді. Біз визуалды ақпаратты сандарға айналдыруымыз керек. Арнайы бағдарламалық жасақтамалар арқылы біз дәндердің орташа өлшемін, дислокациялардың нақты тығыздығын және тұнбалардың көлемдік үлесін өлшейміз. Осы сандық көрсеткіштер арқылы металл бөлшектерінің қаншалықты жүктемеге төтеп беретінін математикалық түрде есептеп шығарамыз. Осы зерттеулердің металлургиядағы маңызы қандай? Тем бейнелерін сауатты интерпретациялау, материалдардың қасиеттерін терең түсіндірудің негізі. Макроэлемент әлемінде бөлшек неге сынды? Неге тез тозды? Бұл сұрақтардың жауабын біз осы микроскопиялық бейнелерден табамыз. Бұл зауыттағы технологиялық ақауларды жоюға және өнім сапасын арттыруға тікелей көмектеседі. Тем бейнелерін интерпретациялау, оптика, физика және материалтану заңдылықтарын терең білуді талап ететін жауапты процесс. Бұл жай ғана кескінді сипаттау емес, бұл көзге көрінбейтін микроәлем мен материалдың макрокасиеттерін байланыстыратын берік көпір. Дәрісімізді бекіту үшін сіздерге өзіндік жұмыс тапсырмалары беріледі. Бірінші тапсырмада экрандағы 5 сұраққа жауап беріңіздер. Мұнда интерпретацияның маңызы, ашық және қараңғы өріс режимдерінің айырмашылығы, дислокациялар мен фазаларды қалай танитынымызды түсіндіру қажет. Екінші тапсырмада тем бейнелерін дұрыс интерпретациялаудың металлургиядағы маңызы туралы 5-6 сөйлемнен тұратын эссе қорытынды жазасыздар. Ал үшінші тапсырмада келесі беттегі кестені толтырасыздар. Бұл кестеде ашық өріс, қараңғы өріс, дислокация, дән шекарасы және артефакт ұғымдарының бейнеден қалай көрінетінін және олардың қалай талданатынын жүйелеп жазып шығу керек. Осымен біздің 6-шы тақырыбымыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс білдіремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.